Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Шарықта Ұлы Заңғар. Бүгінгі тақырып кезбе нерв. Кезбе нерв, нервус вагус, 10-шы жұп ми нерві болып табылады. Кезбе нерв жалпы ағзадағы ең ұзын ми нерві болып табылғандықтан, оның нервтендіру аймақтары 4-ке бөлінеді. Бас бөлімі, мойын бөлімі, кеуде бөлімі және де құрсақ бөлімі. Кезбе нервтің ядролары сопақша мида орналасады және де 3 түрлі ядросы бар. Қозғалтқыш ядросы, нуклеус амбигиус, сезімтал ядросы, нуклеус солитариус немесе нуклеус трактус солитарий, және де вегетативті немесе парасимпатикалық ядросы, нуклеус дарзалис нерви ваги. 3 түрлі ядросы болғандықтан, ол аралас функциялы нерв деп айтасыздар. Ядролардан шығатын талшықтар мидан оливаның артынан немесе артқы латеральды жүлгеден шығады. Мына суретке назар аударатын болсақ, мынау бізде сопақша ми, ал жоғарыда орналасқан көпір. Сопақша мидың пирамидалары және де оливалары болады. Оливаның артынан бізде 9-шы жұп ми нерв, 10-шы жұп ми нерв және де 11-шы жұп ми нерві шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, 10-шы жұп ми нерві осы жерден шығып тұр. Ал бас сүйектен бұл нерв 3 талшығы бірігіп, кезбе нерв түзіп, бас сүйектен мойындық тесіктен, форамен югуляриден шығады. Әр ядроға жеке тоқталатын болсақ, нуклеус солитариустан шығатын талшық мидан жаңағы оливаның артынан шығады да, бірінші түйінін түзеді, мойындық тесікке енеді. Жалпы сезімтал талшықтар кезбе нервтің тек қана сезімтал талшықтары ғана бас бөлімін нервтендіреді. Ол дабыл қуысынан өтеді. Дабыл қуысынан каналикулус мастеидеус, яғни емізік каналынан өтеді. Емізік өзегінен өтеді да, дабыл қуысынан фиссура тимпаномастеидея, яғни дабыл емізік саңылауынан шығады. Сөйтіп, құлақ қалқанының терісін және де сыртқы есту жолының терісін нервтендіреді. Ары қарай кезбе нерв мойын бөліміне өтіп, жұтқыншаққа баратын рамус фарингея деген нервті береді. Сонымен қатар көмейдің жоғарғы нервін, нервус ларингея супериорды, және де өңештің мойындық бөліміндегі өңешке рамус эзофагусты береді. Ары қарай төмен түсіп, мына тармақ туралы қазір жеке айтатын боламыз. Кеуде бөліміне өтеді. Кеуде бөлімінде кезбе нервтің сезімтал талшықтары өңештің кеуделік бөліміндегі өңешке рамус эзофагусты береді, кеңірдекке тармақ береді, рамус трахеалис, бронхтарға тармақ береді, рамус бронхиалис, сонымен қатар көкірек аралыққа рамус медиастиналисті береді, және де ол аортаны айналатын көмейдің айналмалы нервін, нервус ларингея рекурренсті береді. Бұл нерв екіге тармақталады. Көмейдің төменгі нерві, нервус ларингея инфериор, және де жүрекке баратын нервус цервикалис кардиаци инфериорды береді. Жалпы жүрек 3 бөлік жерден нервтендіріледі кезбе нерв арқылы. Мойындық бөлімнен жүректің мойындық нерві келеді, нервус кардиаци цервикалис, және де кеуделік бөлімнен жүректің кеуделік нерві, нервус кардиаци тарацика, және де жаңағы нервус ларингея рекурренстен тармақталатын нервус цервикалис кардиаци инфериор, жүректің мойындық төменгі нерві. Сонымен қатар кезбе нерв перикардқа нервус перикардиаци деген тармақ береді. Ары қарай кезбе нерв өңештік тесік арқылы диафрагмада болатын құрсақ қуысына өтіп, құрсақ қуысында бауырға нервус гепатици, және де бүйрекке нервус реналис, тоқшектің сигма тәрізді шек бөліміне дейін, және де жіңішке шекке, сонымен қатар асқазанға нервус гастрици, ұйқы безіне нервус панкреатис, және де көк бауырға нервус леналис деген тармақтарды береді. Кезбе нервтің вегетативті ядросы нуклеус дарзалис нерви ваги. Мидан шығып, бас сүйектен мойындық тесік арқылы шығып, мойын бөліміне өтеді. Мойын бөлімде және де кеуде бөлімде, құрсақ бөлімде тура сезімтал ядродан шыққан талшықтың
жолы арқылы жүреді. Тура, яғни сезімтал талшықтар қай жерге барса, вегетативті парасимпатикалық талшықтар тура сол жерлерге барады. Әрине, мына жерде суретке қарайтын болсаңыздар, суретте сәл қателіктер бар. Неге? Өйткені мысалға бауырға баратын сезімтал талшық жоғарыдан кеп тұр, ал вегетативті талшық төменнен кеп тұр. Яғни сіздер осылай деп ойлап қалмаңыздар. Олар әрине бір нервтің құрамында барады. Нервус гепатици деген нерв сонда құрамында сезімтал талшықтар бар екен, және парасимпатикалық талшықтар бар екен деген сөз. Суретке қарап шатасып кетпеңіздер. Кезбе нервтің қозғалтқыш ядросы неуклеус амбигус деп аталады. Бұл қозғалтқыш ядродан шығатын талшықтар мидан сол оливаның артынан шығады, бас сүйектен мойындырық тесіктен шығып, бас бөлімінде ешқандай тармақ бермейді, ары қарай мойын бөліміне өтеді. Мойын бөлімінде ол жұтқыншақтың бұлшықеттерін нервтендіретін нервус немесе рамус фарингеяның құрамында жұтқыншаққа барады, және де көмейдің жоғарғы нерві нервус ларингея супериордың құрамында, және де нервус ларингея рекурренс айналмалы көмей нервінің құрамында жүріп, ары қарай көмейдің төменгі нервіне құрамында көмейге барады, нервус ларингея инфериор. Яғни қозғалтқыш талшықтар тек қана жұтқыншаққа және де көмейге барады екен. Қалай баратындығы жаңа қазір ғана айтып өттім. Олар көмейдің жұтқыншақтың бұлшықеттерін нервтендіреді. Сонымен сіздермен бірге болған мен Шарықталу Заңғар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.